Ақтөбеге 147 жыл толды. Өткен сенбі күні ақтөбеліктер жылдағы дәстүрмен қала күнін атап өтті. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақта, Пушкин атындағы саябағында концертті бағдарламалар ұйымдастырылды. Қала тұрғындары үшін спорттық ойындардан жарыс өткізілді. Ақтөбе құрылыс монтаж колледжіндегі шағын футбол турнирінде достастық кубогы бәске тігілді. 8 командадағы 50 спортшы өзара мықтыны анықтады. Мереке күнгі тағы бір жаңалық чемпион аула клубының ашылуы болды. Балаларға арналған орталық Әлия Молдағұлова даңғылы 56-шы үй мекен жайында орналасқан. Клубқа тек осы ауданының балалары ғана емес, барлық қала оқушылары мүшелік ете алады. Жыл соңына дейін Нұр Ақтөбе және 11-ші шағын ауданында тағы 2 аула клубын ашуды жоспарланып отыр. Ең негізгі мақсатымыз осы жастарымыз жақсы білім, тәрбие алып, денсаулығы мықты болып, ертең осы Қазақстанымыздың дамуына, өркеюіне, өсуіне өздерінің үлесін қоссақ дейміз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын өздеріңіз жақсы білесіздер. Ең бірінші барлығы осы жастар үшін деп. Жастардың кешке жақын демалыс күндері спортпенен айналысатын жерлері болу керек. Сондай-ақ саябақтарда заманауи би байқауынан қалалық чемпионат және менің Ақтөбем атты тас жолда сурет салу байқауы өтті. Кешкілік мерекелік шоу бағдарлама аясында сән салондар ұйымдастырған дефиле болды. Және жастар сарайында қала әкімінің кубогы үшін Жайдарман республикалық ойындар ұйымдастырылды.